Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай, тез дайындалатын дәмді пирог дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен қамырды дайындаймыз. Ыдысымызға ұнды салып, үстінен қатты сары майымызды алып, үкіштен өткіземіз. Барлығын өткізіп болғаннан соң, ұн мен сары майды бір-біріне біріктіріп, осылай қолымызбен үйкелейміз. Одан соң үстінен жұмыртқаны, сахарный пудраны және де шым-шым тұзымызды саламыз. Қаймақ қосамыз. Енді жақсылап араластырып, біркелкі етіп қамыр дайындаймыз. Қамыр бізде өте әдемі, жұмсақ болып шығады. Қолға жабыспайды. Барлығын осылай елеп болғаннан соң, қамырымызды салафанға салып, тоңазғышқа начинкамызды дайындап болғанша салып қоятын боламыз. Ал енді салмасын дайындаймыз. Ыдысымызға сүзбені салып, үстінен қантты саламыз. Одан соң жұмыртқаларымызды жарып аламыз. Одан соң 2 қасық қаймақты қосып, қалауымызша жидектерді саламыз. Кез келгенін қолдансаңыз болады. Енді жақсылап араластырып, езгілеміз. Бізде осындай масса шығады. Бұдан да қатты езілсе болады. Енді қамырымызды алып, формамызға салып жайып шығатын боламыз. Біркелкі етіп, осылай бортиктермен дайындап аламыз. Міне біздің қамырымыз дайын. Енді бетінен салмасын құйып, 170 градуста қызып тұрған пеште 40-45 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Пирогымыз пісіп шыққаннан соң бөлме температурасында салқындатып, тоңазғышта кемінде 2 сағат мұздатып алатын боламыз. Одан соң қалауымызша әсемдейміз. Сонымен асқа бере берсек болады. Кескен кезде міне көріп тұрғандарыңыздай осындай болып шығады. Мен 2 сағат қана ұстадым. Одан да көп уақыт ұстасаңыз болады. Сол кезде салмасы қатып, әдемі болып шығады. Дәмі өте жақсы болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Егер де видео рецепт ұнап жатса, парақшама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Міндетті түрде жасап көріңіз. Ас болсын.